Сәлем дейтелер, байланыста қуаныш ағайларың. Бүгін сендерді біздің YouTube каналымызда өте керемет сабақ күтіп тұр. Ол органика лайфхактары. Органиканы жаттап қиналып жүрген оқушылар болса, осы сабақтан кейін өте көп органикалық заттар сендердің өмірлеріңде оңайлай түседі. Сол үшін осы сабақты арнайлап сендер үшін жазып жатырмын. Ендеше сабақты бастамас бұрын давайте барлықтарыңа бір айтып өтейін. То, что осы YouTube канал арнайы биология химия таңдаған 9-шы, 10-шы, 11-ші сыныптарға арналады. И осы жақтағы осы каналды, осы видеоларды міндетті түрде биология химия таңдаған бүкіл достарыңа жіберіңдер. Соларды қарасын, солармен де бөлісіңдер. Лайк басыңдар, комментарий жазыңдар, арнаға YouTube арнамызға міндетті түрде тіркеліп қойыңдар. Біз прям қонып қаламыз, хорошо? Так, ендеше, давайте. Кеттік, бастайық. Ең алдымен, мен танымайтын оқушылар үшін, Қуаныш ағай кім деген оқушылар үшін, давайте бір танысып өтейік. Есімім Қуаныш Алиев, химия пәні мұғалімі, химиядан 6 жылдық тәжірибем бар. ОБТ-да 2 жыл қатарынан, нағыз ОБТ-да 2 жыл қатарынан рекордтық химиядан 50-ден 50 балды біз ғана қойдық. Именно 2 жыл қатарынан 2024-2025 жылғы ОБТ-ларда. И бұйырса 2026 жылы тоже рекордты біз қоямыз. ОБТ саласының эксперті, междунами химия курсының негізін қалаушы, 6800-ден астам оқушының грантқа түсуіне көмектестім. Қызылорда қаласынанмын, Сулейман Демирел университетінің түлегімін. Дәл сол 50-ден 50 алған оқушыларымыз ол міне 2024 жылды бейбіт нұрлы тек қана бізде оқыған оқушымыз ОБТ-дан 50-ден 50 жинады, және де тек қана бізде оқып қана қоймай, жылдың басынан бастап бізде оқып жатыр. Яғни бір ай өзі мықты болып, бір ай ғана бізге келіп, бір ай қатысып 50-ден 50 деген нәрсе емес, прям жылдың басынан бастап сентябрьдің 1-не, ровно сентябрьдің 1-не бізде тіркеліп, сөйтіп не істеді? ОБТ-тан 50-ден 50 балын жинады. Келесі ОБТ 2025 жыл, яғни осы жылы химиядан Қазақстан бойынша рекорд ең алғашқы 50-ден 50 бал Разбай Жанел деген оқушымыз. Датасы тұр 8-ші маусым күні біздің оқушы шыққан тұғын. Яғни Қазақстан бойынша кез келген оқушының маған сертификатын әкеліңдер. 8-ші маусымнан ертерек шыққан, яғни 2025 жылғы нағыз ОБТ-дан химиядан 50-ден 50 алған деген оқушыны мен оны мойындаймын. Аттак, бірінші орында біз-ақ и Қазақстан бойынша 2-ақ курс 50-ден 50 шығарған, оның бірі біз, и то аз оқушымен. Оған не дәлел? Оған дәлел біздің, яғни мықты менторларымыз, біздің мықты кураторларымыз, біздің мықты методикамыз и және платинум деген группа. Платинум деген группа бізде арнайы қаңтар ОБТ-тан 40+ жинаған оқушыларға арналады. Ол жақта сендер 6 ай бойы, яғни қаңтардан бастап 6 ай бойы ешқандай воскресеньесіз, ешқандай демалыссыз шілдеде аяқталатын нағыз ОБТ-ға шейін бізбен бірге, менімен бірге, менторлармен бірге, кураторлық қадағалаумен бірге дайындалып, дәл осындай нәтижеге жете аласыңдар. Көрдіңдер ғой, ол тек қана біздің оқушыларымызға ғана қатысты зат, ол ешқандай да сатылмайды. Түсіндік қой? Кеттік, органика лайфхактары. Қандай органика лайфхактары бар екен бізде? Ең алдымен Марковников пен Зайцев дегенді көп оқушы шатастырады. Марковников ережесінде бізде не бар? Марковников десе біз есімізге осы сәбіз түсуіміз керек. Біздің есімізге осы сәбіз түседі. Сәбіз деген не? Сәбіз деген ол жалпы енді жейтін зат қой, тамақ қой, получается ол байлықтың белгісі, Ол получается байлықтың белгісі. И Марковников ережесінде бізде сутек деген нәрсе бар, И осы байлықтың белгісінде не? Сутек бізде көп жаққа барады. Не? Осы жерде сутек бізде не жаққа барады? Сутек бізде көп жаққа барады екен. Получается, қараңдар, мына H-бром деген нәрсе болуы мүмкін, немесе осының орнына OH, су болуы мүмкін. Енді қараңдар, мына CH3-ті біз қарастырмаймыз, өйткені ол жақта сутек саны и так көп, ол жаққа тағы қосымша сутек бере алмаймыз біз. Біз именно CH-ті и CH2-ні қарастырамыз. Сутек қайсына барады? Марковников ережесі болғандықтан, ол сәбіз болғандықтан, сутек көпке барады, яғни CH2-ге барады. Ал бром неге барады?
CH-қа барады, азына барады уже. Түсіндік қой, H да дәл солай. Сутегі CH2-ке барады, OH CH-қа барады. И қараңдар. Дәл осы жерде бізде не болады? 2 бром пропан деген зат түзіледі екен. Көп оқшыға егер просто пропенге H бромды қоссаң не болады десе, варианттарда мысалы просто 1 бром пропан деген тұрады, 2 бром пропан или тағы басқа да варианттар тұрады. И көп сөйлейді. Ну, пропенге H бромды қоссаң просто бром пропан түзіле салады ғой деп сол вариантта белгілей салады да. Бірақ на самом деле бұл жақта Марковников ережесі роль ойнап тұр екен. Түсіндік қой, Келесі бізде Зайцев ережесі. Мынақа жазылмай кетіпті. Зайцев ережесі. Зайцев деген, яғни ол не? Бізде қоян. Зайцев дегеніміз ол бізде қоян. Қоян бізде не ол? Қоян не істейді? Біздің байлығымызды, біздің жаңағы немізді, тамағымызды жояды. Кемітеді, яғни былайша айтқанмен кедейліктің белгісі да. Сутекті не істейді? Сутек, получается, бұл жақта аз жаққа барады да. Сутек аз жаққа барады. Яғни, мына жақта қарап отырсақ, точнее, сутек аз жақтан кетеді дейікші. Сутек аз жақтан кетеді. И қараңдар, Зайцев пен Марковников айырмашылығы, Марковников ол байлықтың белгісі ғой. И бұл жақта тек қана қосылу реакциялары жүреді да. Бірақ бұл жаққа қосылады. Ал Марковников азайтады ғой, сондықтан бұл не? Айырылу реакциялары жүреді да. Бұл жақта. Түсіндік қой? Енді қараңдар, мына жақта мысалы H-OH бөлінеді. Құрамында қараңдар, Марковников Зайцевпен либо типа H-хлор, H-бром деген сияқты заттар қосылады или шығады, либо H-OH деген заттар қосылады, либо шығады. Түсіндік қой, В данном случае H-OH деген зат шығады да. Енді қараңдар, сутек қандай жақтан? Сутек бізде аз жақтан кетеді дейді. Яғни қараңдар, CH3-те бізде көп, мына жақта бізде көп, Енді так, мына жерде CH дейді. Ну, мына жерден бізде не істейді? Итак, OH кетіп тұр. Сондықтан бұл CH-да біз не істемейміз? Бұл CH-да біз қарастырмаймыз. Сондықтан бізде не ғана қалып тұр? Сутегі аз көміртек, ол тек мынау көміртек қана қалып тұр. Себебі көп оқшы қазір мынау CH-тан, либо мынау CH-тан сутегін алып тастауы мүмкін, но бірақ сутек аз жақтан кетеді деген сөз, мынау CH-тан біз не істейді екенбіз? Алып тастайды екенбіз. Сонда бізде мынау яқтан сутекпен яқтан OH алып тастасақ, осы жерде бізде қос байланыс пайда болады екен. И сонда бізде жай ғана бутен пайда болады екен. И плюс на жақтан, кстати, су шығады. Яқтан минус су деп жазып қоя салды сразу. Марковников пен Зайцев ережелерінің айырмашылығы и жаттау тәсілдері осындай екен. Потолок па? Егер потолок болса, именно осы лайфхак сендерге ұнаса, көптен бері жаттай алмай жүрсеңдер, комментарийға жазып кетіңдер, прям ағай көмектесті от души деп. Мен қуанып қалам. Осы контентті сендер үшін жасап жатыр. Келесі ол бізде фенол туындылары. Фенол туындылары именно пирокатехин, резарцин, гидрохинон деген. Нақты атаулары ол мынау 1-2, сан шығарып, мынау 1-4, точнее 1-3. Бізде 1-3, OH-тың орналасқан жерлері ғой. 1-3, 1-4, Дұрыс атаулары мынаның 1-2 дигидроксофенол. Короче, осылай жаза салайын, Мынау 1-3 дигидроксофенол. Ал мынау 1-4 дигидроксо. Короче, түсіндік қой, Біреусі 1-2, біреусі 1-3, біреусі 1-4. И олардың тривиалды атаулары бізде пирокатехин, резарцин и гидрохинон. Бұларды біз қалай жаттаймыз? Қуаншағай, бұларды біз қалай жаттаймыз деген оқушылар үшін бізде мынау лайфхак бар екен. Бұл не бұл? Бұл бізде пирок. Яғни пирокатехин, резарцин, гидрохинон дегеннің жатталу әдістерін пирок деп жаттаймыз. Енді бұл жақта қараңдар, сендер уже пирокатехин, резарцин, гидрохинон деген атауларды білу керексіңдер. Но, допустим, мен білем. Мен пирокатехин, резарцин, гидрохинон деген атауларды білем. Бірақ мен қайсы 1-2, қайсы 1-3, қайсы 1-4 екенін ажыратамай ұмытып қала берем. Енді жаттауын жаттайсың ғой, пирокатехин, резарцин, гидрохинон деген жаттауын жаттайсың. Бірақ именно реттілігімен ұмытып қаласың. Кәдімгідей Албатта сәйкестендіруде басқасында беріп қойды. Мысалы 1-3 дигидроксо дейді, саған беріп қойды. Пирокатехин, резарцин, гидрохинон не деген беріп қойды. Сен ойланасың,
Білем ғой мен пирокатехин, резоцин, гидрохинон екенін біліп тұрмын, бірақ ішіндегі именно қасиет 1-3 дегені. Қасиет деп ойланып тұрасың. Вот сол кезде как раз таки сендерге осы лайфхак көмектеседі да? Осы пирог деген лайфхак көмектеседі. Яғни бұл осы реттілікті жаттауға көмектеседі. Біріншісі міне, пирог пи деген пирокатехин, келесі р деген резорцин, г деген гидрохинон. Потолок па? Әдетілер? Потолок па? Пирог. Болмаса пир деген алсаңдар да болады. Болмаса пиро деген алсаңдар да болады. Даже пирокатехиннің. Яқтан. Келесі р деген резорцин, г деген гидрохинон. И все. Пирог дейсіңдер, бірінші пирог, пирокатехин ол 1-2, келесі р резорцин ол 1-3, г гидрохинон ол 1-4 деп осыны жаттай саласыңдар. Потолок па? Осыны, именно осы атауларды жаттай алмай жүрген оқушылар бар ме еді? Жазып кетіңдерші комментарийға. Прям, ағай, рахмет, осын жаттай алмай жүредім деген сияқты, иә? Ал арамызда егер органиканы әлі күнге шейін оқып бастамаған или просто келмеген оқушылар болса, сендер үшін өте керемет лайфхак. Өздерінің қоржындарыңа сақтап алсындар болады. Міндет түрде дәптерлеріңе бір жеріне жазып қойыңдар. Хорошо? И егерде как там, әлі курс бастамаған оқушылар болатын болса, міндет түрде бізде төменде менеджердің номері бар. Сол сілтеме арқылы біздің менеджерге жазсаңдар болады. Немесе 8-706-809-10-10. Мынау бізде менеджердің номері. Дәл осындай ақпарат айтып жатқан. ұбт-дан 50-ден 52 жыл қатарынан көрсеткен көрсеткіш, иә? И 50-ден 50-ді алғашқы шығарған. И Қазақстан бойынша жалғыз курс 50-ден 50 шығарған. Жалғыз курстардың бірі дейікші, 2-ақ курс бар шығарған, соның бірі. Біз именно сондай курсқа жазылмасаңдар, уже білмедім. Уже арғарай білмедім. Все. Жазыңдар деген ойдамын. Тіркелдіңдер деген ойдамын. Қуаныш ағайларың жақсы көреді. Так, келесі бізде бензол туындылары. Кім? Анау, вот, бензол, толуол, ксилол, кумол деген заттар жаттай алмай жүр. Бар ма ондайлар? Міне, бензол бізде андай. Бензол бізде мынау, иә? Толуол бізде мынау. CH3. Міне, мынау ксилол бізде 2 CH3 бар, кумолда уже 3 көміртегі бар, иә? Формулаларын жазып кететін болсақ, бензол бізде C6H6, толуол бізде C7H8, ксилол бізде C8H10, кумол бізде C9H12. Вот осылайынан, иә? Енді қараңдар. Формулаларын білесіңдер, жарайды. Бірақ, как там? Жоқ формулаларымыз, атауларын білесіңдер. Бензол білесіңдер, толуол, ксилол, кумол білесіңдер, иә? Бірақ реттіліктерін ұмытып қала бересіңдер, да? Атауын жаттаңдар, реттіліктерін ұмытып қала бересіңдер. Так, бензолда енді қосымша метил жоқ, толуолда 1 метил бар, ксилолда 2 метил бар, кумолда 3 метил бар деген сияқты. Сөйтіп жаттау керек. Жаңа сияқты, 1-2, 1-3, 1-4 деген сияқты, типа. Осыларды қалай жаттайсыңдар? Мынау. Бізде БТС қой. Бар ма бізде? Айдолдар бар ма бізде? Айдол дейма, не дейма, драма көретіндер, Кореяға еліктейтіндер бар ма? Бар болса жазып кетіңдер. Сендердің құрметтеріңе арналады мынау видео соқпай жатқанмен. Бұны БТС деп жаттайсыңдар. БТС. Яғни қараңдар. БТС бензол, Т толуол, и С деген не ағай дейсіңдер. Қараңдар, К-дан басылатын екі зат бар ғой, К-дан басылатын ксилол, кумол. Вот көбісі бензол, толуол жаттар, бірақ ксилол мен кумол жаттастырып алар. Так, ксилолда 2 көміртек бет или 3 көміртек бет, или кумолда 2 көміртек бет, 3 көміртек бет деп ойланып отырасыңдар, да? Сол кезде С деген әріп көмек келеді, да? Ол К-дан кейінгі әріп. Ксилол, яғни 3-ші сендерде ксилол болады, 4-ші сендерде кумол болады екен, да? Көрінер ғой, иә? Бензол, толуол, так, БТС ксилол болды, потом бар кумол болды деп осылайынан істеп аласыңдар, жаттап алады екенсіңдер. Иә? И формулалар тоже қиын емес, бензолда егер бір
мындай не сақинасы болатын болса, келесі БТ, келесі толы ол, там сол сақинаға бір көміртек жалғанады. Келесі там БТС так ксилол, ксилолға уже 2 көміртек жалғанады. Там келесі кумол получается, кумол ғана қалып тұр, получается, ең соңғысы кумол, оған уже 3 көміртек жалғанады деп осылайынан жаттап алады екенсіңдер. Хорошо. Көбінесе жаңағыдай есептерде, нелерде там осылай алып кумол түзілді деген сияқты қылған кезде көп оқыша шатасып қалады. Все. Енді келесі бізде осы ксилолдың изомерлері бар екен. Осы ксилолдың изомерлері бар екен. Осы ксилолдың изомерлері бізде ортоксилол, метоксилол, параксилол болады екен, да? Ортоксилол, метоксилол, параксилол. Бұл да жаңағыдай типа 1,2 диметил бензол, мынау 1,3 диметил бензол, мынау 1,4 диметил бензол деген сияқты ғой, иә? Вот осыны қалай жаттаймыз ағай десеңдер, бұған байланысты бірнеше лайфхак бар. Бірнеше дегенде именно 2 лайфхак бар, бұған байланысты 2 лайфхак бар. Соның біреуін мен уже рилста айтқан едім. Өткен жылы айтқан едім, бірақ ол сәл қиындау енді. Сол қиындау мен именно оңайын айтайын сендерге, иә? Именно көп оқушы просто бет жатасады да, так ортоксилолды қайсет 1,2 ма, 1,3 па, 1,4 па, так метоксилол қайсет 1,4 па, 1,3 па деген сияқты жатасатын оқушыларға арналады бұл. Көрдіңдер ғой, иә? Сол оқушыларға арналады. Қараңдар, қалай жаттайсыңдар? Орто деген около деген қасында. Около деген қасында, иә? Около, орто, около, қасында 1,2, міне, прям қасында тұр. Қасында тұр. Арасын ештеңе бөліп тұрған жоқ. Прям қасында 1,2 прям жабысып тұр. Көрдіңдер ғой, иә? Ал келесі мета деген не? Между. Біздің курс сияқты, между нами. Мысалы, между нами деген ол прям қасында тұр деген сөз емес. Біздің арамызда. Мысалы, между нами химия. Біздің арамызда химия. Мен тұрмын. Сен тұрсың. Арамызда, ортамызда бөліп химия тұр да? Получается, осы жақта да, типа 1,3 арасында 2 деген қалып тұр да? Получается, 1, 2-де ештеңе жоқ, и 3. Арасын бөліп тұр. 1,3. Между. Мета. Около, орта, между, мета. Келесі пара. Пара деген не? Пара деген против. Міне, CH3 бір-біріне қарама-қарсы тұр ма? Бір-біріне қарама-қарсы тұр. Все, бір-біріне қарама-қарсы тұр. И все, 1,4 ол уже. И все. Болды. Кайф па? Менің ойымша кайф. Қазақшада тағы да бір жаттау түрі бар. Орто деген жаңағы отыр қасыма дейді. Мета деген не еді? Жаңағы мета деген менің қасымнан кет дей ма? Қалай еді? Ұмытып қалдым, қазақшасын ұмытып қалдым. Қиындау сәл қазақшасы. Пара дегенде так нет, короче, ұмытқан қазақшасы бір варианты бар, мен өткен едім, оны айтқан едім. Егер білетін болсындар, неге комментария жазып кетіңдерші, білетін болсындар осының қазақша вариантын. Келесі бізде глюкоза. Келесі глюкозаның бізде альфа и бета түрлері бар, иә? Альфа и бета түрлері бар. Альфада бізде OH астында тұрады, ал бетада бізде OH үстінде тұрады екен да. Бұл өте маңызды. Көрдіңдер ғой, иә? Міне, именно мынау бірінші көміртектегі OH астында, бірінші көміртектегі OH үстінде. Альфа мен беттің айырмашылығы осында. Енді қалай жаттаймыз? Бізде альфа деген әріпте А дегені астында тұрады да. А дегені астында. Вот OH астында. Көріп тұрсыңдар ғой, міне. Көрдіңдер ғой, міне, альфа OH астында. Көрдіңдер ғой. Ал келесі бетта. Беттада сендер беттаны қалай істейсіңдер? Не? Бұның Б деген әріпі бұлай үстінде тұрады да. Б деген әріпі бұлай үстінде тұрады. И көміртек OH көміртектің үстінде тұрады. Все. Бетта үстінде, альфа астында. Үстінде астында. Альфа бетта. И все. Пайдалы болды ма? Пайдалы болды деген ойдамын, иә? Бұнымен біткен жоқ. Тағы да бар. Сендерге обытта алмаспайтын амин қышқылдар. Обытта жалпы алмасатын амин қышқылдары бар и алмаспайтын амин қышқылдары бар. Осын сендерге жаттау керек. Егер алмаспайтын амин қышқылдарын жаттап алсыңдар, то алмасатындары уже қалғаны болады да. Типа басқа амин қышқыл келсе, то ол уже алмасатын болып келеді. Кайф па? Оны қалай жаттайсыңдар? Ол да енді сәл орысшалау.
Потому что енді бұған қазақша сөздер сәл-сәл келмейді да. Қазақша сөздер сәл-сәл келмейді да енді. Фен дегенге не істейсің? Там шаш кептіретін фен дейсің, бән дейсің деген сияқты. Енді бұл жақта қараңдар, алмаспайтын амин қышқылдары осы жатасыздар. Қараңдар. Феноменальный меткий лейтенант требует трижды изобразить вальс Лизы. Примерно жаттау үшін енді переводын білу керек қой, сендер қазақша, иә? Феноменальный меткий лейтенант деген. Лейтенант деген жаңағы военный бар емес пе? Лейтенант, погоны лейтенант, иә? Сол өте меткий дейді, феноменальный меткий дейді, феноменальный меткий лейтенант дейді. Ол қандай лейтенант десе, феноменальный меткий лейтенант дейді. Ол не сұрап тұр бізде? Требует трижды изобразить дейді. Требует трижды изобразить. Үш рет сұрап тұр бізден. Үш рет сұрап тұр. Нені сұрап тұр? Лизаның вальсін сұрап тұр да. Вот, Лизаның вальсін сұрап тұр да. Анау Лиза анаған отказ берсе, в общем, анау меткий ғой, анау, в общем, снайпермен басын қақ түсіреді да, в общем. Сондықтан осылай жаттап аласыңдар. Феноменальный меткий лейтенант требует трижды изобразить вальс Лизы. Вот, осылайынан. Енді қараңдар, мына фен деген не? Жазайық. Бастапқы үш харптарын. Фен деген ол фенилаланин. Фенилаланин. Мет деген метионин. Лей деген ол лейцин. Келесі тре деген ол треонин. Три деген ол не? Триптофан. Изо деген ол изолейцин. Вал деген валин. И лиз деген лизин. И все. Менің ойымша оңай, иә? Енді ол үш харпын, как-там бастапқы үш харпын біле тұра, дальше жалғастыра алмау деген енді ол қате деп ойлаймын, иә? Потолок па деселер, потолок па? Мынандай сабақты кім сендерге беріп отыр? Тегіннен айтыңдаршы, қай жерде, қашан? Мынаны деген міндетті түрде, вот мен сендерге не бердім? Лайфхактар бердім, иә? Ешқашан өмір бойы ешкім сендерге бермейтін лайфхактарды мен сендерге беріп жатырмын. Сендер замен істеулерің керек, лайк басуларың керек, коммент жазуларың керек. Осын достарыңа міндетті түрде берулерің керек. Егер курс болмаса, түсінбей жүрсіңдер, химияны түсінбей жүрсіңдер, бізге жазылу керек та бұдан кейін. Қате ғой, айтпесе ойландаршы. Все. Лайфхактар потолок па деселер, сабақ ұнаса міндетті түрде осы видеоны химия биология таңдаған достарыңа обязательно жіберіңдер. Прям бүкіл группаларға жіберіңдер. Все. Осылай біз не істейміз? Бір-бірімізден алмасамыз да, яғни мен сендерге тегін ақпарат, сендер маған не бересіңдер? Осы видеоның активін бересіңдер да. И және біздің курсымыз жайлы барлығына айта жүр. Вот, осындай Қуаныш ағайдың курсы тема екен, мен видео сабағын қарадым, патолог екен деп барлығына кім химия биологиядан курс іздеп жүр, соның барлығына айта жүр да. Біздің YouTube каналда тағы да Берік ағайдың биология сабақтары да бар. Оны тоже не істеп жүр, оны тоже бір қарасаң болады. Берік ағайдың, четкий Берік ағайдың, который әр үшінші оқушы 40 плюс жинап отқан Берік ағайдың тоже сабақтарын өзің қарап ал. Енді бізде курс не? Біздің курсымыз енді басқаларына біздің курсымыз жайлы айтасың ғой, иә? Қалай айтасың оны? Білуің керек қой сен курс жайлы ақпараттарымызды. Ендеше қара. Курс бізде не? Арнайы қосымшада. Курс бізде арнайы өзіміздің жеке платформамызда. Приложениесі де бар. Жаңағы iPhone, Android, бүкіліне бар. Дәл қазір алып, бізде жаңағы жақта тегін сабақтар мен тегін пробнилар бар. Алып, между нами химия деп, App Store болсын, Play Market болсын жазып, тегін скачать алсаңдар болады. 5 бөлім, 64 видео сабақ толық ұбт-да келетін ақпараттардың бәрі қамтылған бұл жақта. Бүкілі қамтылған. 2500 плюс үй тапсырмалары. И олардың талдау видеолары. Реакцияларды видеомен түсіндіреміз сендер. Кәдімгідей, чтобы сендер қызығушылардың арттыру үшін, вообще не болып жатыр мына қандай түс бөлініп жатыр дегенді білу үшін видеомен түсіндіріп береміз. Оның барлығын детайлар. Келесі дайын конспекттер еш жерде, көп жерлерде жоқ, дәл осындай дайын конспекттерді береміз сендерге. Ол не істейді? Ол өмірлеріңді, мынау қолдарыңды не істейткен, жеңілдеткен да. Кәдімгідей. Сендерде өзі бар жоғы қаңтар ұбт-ға қанша ай қалды? Ойланайықшы. Қазір сендерде октябрь ма? Октябрь басталып кетті уже. Бопты. Ноябрь, декабрь. Бопты. Октябрь, ноябрь, декабрь. 3 ай қалды даже. 2,5 ай деседі болады да. 2,5 айларың қалды. Зачеттар мен жұптық жұмыстар. Аптасына бір рет жеке кураторлармен зачеттар мен жұптық жұмыстар. Апталық рейтинг. Дәл осындай апталық рейтинг.
полный бір апта бойы кураторларың сендерді толық қадағалайды. Келесі айлық жоспар. Дәл осындай айлық жоспар беріледі сендерге толықтай. Әр ағымның үздік оқушыларына біз бірінші орынға 5000 теңге, екінші орынға 3000 теңге, үшінші орынға 2000 теңгелей дәл осындай ақшалай сыйлықтар береді екенбіз. Тағы да, егер біздің курста оқып, қантар роботтан 40 плюс жинасаңдар, платинум тобына кіре аласыздар. Мен сабақтың басында айттым ғой, платинум тобы деген не? Платинум тобы дегеніміз ол қантар, наурыз, қантар, ақпан, дұрыс па? Қантар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, маусым, шілде. 7 ай болып кетті ме? Бопты. 6 ай дейікші, 6 ай бойы, шілденің бірінші аптасына дейін болады бізде. 6 ай бойы толық ешқандай демалыссыз, күнделікті күнде кураторлық қадағалаумен, менторлардың эфирімен, менің Қуаншағайдың эфирлерімен, зачеттармен, пробный тапсырулармен, өте көп мыңдаған қосымша есептер шығарулармен, А деңгей, Б деңгей, С деңгей, С плюс олимпиада есептері, полный кітаптың талдауымен, тағы не бар? В общем, бүкіліне байланысты полный практика жасаймыз осы жақта. Полный жаттайсыңдар, полный практика жасайсыңдар. Бұл бізде бұндай дайындық еш жерде жоқ, мен сендерге айтайын. Дәл осындай дайындық мен еш жерде жоқ. Бүкіл жақты мен өз басым тексеріп шықтым. Дәл бұндай дайындық еш жерде жоқ. Сондықтан да біздің курстан 50-ден 50 деген нәтиже шықты, дейтілер. Түсіндірсіңдер ғой, сондықтан да біздің курстан 50-ден 50 деген нәтиже шықты. Сол үшін менеджерге жазыңдар да. Ағай, апай, мен, не істегім келеді? Қуаншағайдың курсына тіркелгім келеді. Неге? Өйткені Қуаншағай ғана мені осындай балға көтере алады. Себебі неге? Себебі ол кісі 50-ден 50 шықты. Себебі ол кісіде, әр 5-ші оқушысы 40 плюс жинаған, ал химиядан ол әр 5-ші оқушысы 40 плюс жинау деген ол өте қиын нәрсе. Әр 5-ші оқушысы 40 плюс жинаған, нешіншісі, әр 3-ші оқушысы 30 плюс жинаған, бізде әр 3-ші оқушы 30 плюс жинаған, әр 3-ші оқушысы 30 плюс жинаған деген сияқты. Химиядан 30 плюс жинау деген ол өте қиын нәрсе, тем более нағыз ұбытта, реально ұбытта сен химиядан 30 плюс жинай аласың ба? Осыны өз-өзіңе қойды, осы сұрақты. Не үшін бізде әр 3-ші оқушысы 30 плюс жинау деген мақтанып жатырық? Себебі химиядан 30 плюс жинау нағыз ұбытта ол өте қиын нәрсе. Даже біздің 40 плюс, смело 45 плюс жинап жүрген оқушыларымыздың өзі нағыз ұбытта реально қадалған да. Реально қадалған дегенде зорға 42-43 жинаған оқушылар болды. Неге? Өткені осы жылғы нағыз ұбытта бізде өте қиын өткен. Сондықтан бізде өте көп жерлерде 50-ден 50 шықпай, именно бізде ғана шықты. Яғни нағыз білім қай жерде екенін дәлелденіп тастады осы жақта. Көрдіңдер ғой? Сондықтан егерде мына нөмірге жазбасаңдар, уже дальше қиын деген жаз. Тем более курс сендерге айына 21 мың теңге. Всего лишь айына 21 мың теңгеге, сендер не аласыздар? 5 пәндік курс аласыздар. Химия, Берік ағайдың әр 3 оқушысы 40 плюс жинаған. Биолог Берік ағайдікін аласыңдар. Қазақстан тарих Әлбек ағайдікін аласыңдар. 20-дан 20, Қазақстан тарих 20-дан 20, 250 плюс оқушысы жинаған. Плюс Қазақстандағы нөмір 1 Орынбасар ағайдікі бар, матсауаттылықтан. Дальше бізде оқу-сауаттылық курстар бар екен. Осындай топ-5 курс, курсты сендер айына какой-то бір 21 мың теңгеге аласыңдар. Ал ертең сендердің стипендияларын құдай қаласа медқа или педагогикаға түсіп жатсаңдар 85 мың теңге болады. 85 мың теңге. Яғни ойлаңдаршы, еще бұны 4 жыл бойы аласыңдар. Мынаны сендер 1 жыл бойы, да, 21 мың теңгеден. Так что, выбор за вами. Тем более қазір 0024 бар. 24 аймен алсыңдар, вообще айына тек қана 10 мың ғана болады. Айына тек қана 10 мың теңге болады. Так что, дейтілер не, осы жақтан өздерің белгілі бір шешім шығарасыңдар деген ойдамын. Ал ендеше сендермен бірге болған Қуаншағайларың, осы видео міндетті түрде бөлсіңдер, эфир керемет өтсе, барлықтарыңа сәттілік, қош, сау болыңдар.